Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді кимчидің жасалу жолын көрсетемін. Видеоның соңына дейін қарап лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Алдымен пекин капусталардың артық жерін алып, 4 бөлікке бөліп, салқын суға саламыз. Өте тұзды молынан етіп салып, араларына салып, су батып тұратындай етіп, үстін бастырып қоямыз. Дәл осылай 2-3 күн немесе 3-4 күнге салқын жерге, яғни капуста өлгенше қалдырамыз. Сосын алып 2-3 реттен жақсылап жуып аламыз. Ал ащысына полгорки перец, яғни жартылай ащы бұрыш, ішін тазалап, осылай майдалап аламыз. Ет тартқыштан өткізсеңіз де болады. Сосын ыдысымызға укроп, 3-4 тіс чеснок салып, капустамызды саламыз. Ащыны қалауыңызша салып, үстіне мұздай су құйып, жақсылап араластырып қалдырамыз. Осылай дайындалған соң тағы да бір күндей тұрса, өте дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Умида.